Пол Погба Челси ойыншысы атынады, ал Карло Анчелотти болса Реал Мадридтағы мансабын аяқтайды. Иньеста болса өзіне Даниядан бір клуб сатып алды. Томас Тухель Англия ұлттық құрамасын баптамай тұрып хейттерге ұшырауда. Осы және осыған ұқсас жаңалықтарды біздің арнамыздан көресіздер. Арнамызға тіркеліп әрине лайк басып достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ал енді көп созбай видеомызды бастайық. Chiesa деген бір талант бар. Оны білеміз, Ювентуста жарқырады және Ювентустың соңғы маусымдарда өнер көрсетуі нашарлап, осы АПЛ-дың клубы Ливерпульға келген болатын. Ливерпульға келіп әрине қосалқы құрам ойыншысы атанды. Қосалқы құрамда шыққанда қалай? Мен сіздерге осы жерде түсіндіріп кетейін. Ливерпуль клубы 100% жеңіске жетеді деген ойында 85-ші минутта 80-ші минуттарда алаңға шығады. Ал Chiesаға болса бұл ұнамай жатыр және Chiesаны білеміз, прессинг жақсы жасай алмайды. Ал Ливерпуль клубын білеміз, Арне Слоттың баптауында тек қана прессингпен өнер көрсетуде. Chiesa негізі құрам ойыншысы болу үшін әрине соққыларын күшейту және физикалық деңгейде мықты болуы тиіс. Сол жағдай ғана Арне Слот алаңға шығару мүмкін осы Chiesаны. Ливерпульда қазір мықты ойыншылар бар. Мысалға сол қанатта осы Chiesa ойнайын десе Гакпо бар. Гакпо өзін әрине орнын бермейді деп ойлаймын. Және де Ливерпульдің аңызды ойыншыларының бірі Мохамед Салах оң қанатта өнер көрсетеді. Бұл да өзінің орнын бермейді. Бірақ осы маусымда кететін ақпараттар да бар. Луис Диасты білеміз, Байерге қарсы ойында хет-трик істеді. Одан да Ливерпульдің негізі құрам ойыншысы атанып кетті. Гакпо туралы сөйлесетін болсақ, Гакпоны білеміз, осы маусымда негізіне қатты күшейген болатын. Соққыларды өте керемет, пас беру деңгейде мықты. Қазір енді Гакподан мықты ойыншы жоқ деп ойлаймын Ливерпуль сапына. Мохамед Салахтар осы Гакпоға пас шығарып береді. Гакпо болса негізіне тарсылдатып, әдемлетіп кіреді. Тағы да білеміз, Сабаслай деген ойыншы бар. Сабаслайда білеміз, өзінің орнын бермейді. Жота мен Дарвин Нуньесті айтатын болсақ, олар әрине Chiesадан мықты деп айта алмаймын. Қазіргі уақытта Федерико Chiesаға Милан, Рома, Интер, Парма клубтары қызығушылық танытып жатыр. Осы Италия сериясына кеткені дұрыс па деп ойлап қоямын. Chiesa туралы ой пікірлеріңізді комментте күтіп қаламын. Қысқы трансфер терезесі де жақындап келеді. Қысқы трансфер терезесі дегеніміз әрине ойыншылардың кетуі. Менің ойымша осы қыста Мудрик Челси сапынан кетіп қалады деп ойлап жатырмын. Оған қызығып жатқан әрине Вест Хэм және Ағылшын премьер-лигасының басқа да клубтары. Осы қыста енді Ағылшын премьер-лигасының Вест Хэмнен басқа клубы Кристал Пэласта Мудрикті жалға алғысы келеді. Ал Мудрик болса, мен ондай нашар клубтарға бармаймын дейді. Осы сорлыма деп қоямын. Челсиден негізі құрамға шықпай жатыр, енді Кристал Пэласқа барса жақсы өнер көрсетіп бағашыл беретін сияқты ма, қалай? Кристал Пэласты енді жаман клуб деп айта алмаймыз. Бір Ағылшын премьер-лигасында 10-шы орын мен 15-ші орындарды иеленіп жүреді. Және Мудрик баратын болса, негізі құрам ойыншысы болатыны анық. Және де осы қыста алатын болса, Мудриктің 50% жалақысын төлеп беруге дайын. Мудрик қазіргі уақытта Трансфермаркет порталында 45 миллион евро тұрады және Саудия лигасының клубтары Мудрикқа 60 миллион евро ұсынған. Ал Челсидің ақмақ басшылары болса 70 миллион кем ақшаға сатпаймыз деп отыр осы Мудрикті. Мен осы Мудрикті тегінде де алмайтын едім. Прессинг жасай алмайды, паста бере алмайды, соққылардан нашар. Мудрик қандай клубқа барғаны дұрыс? Өз ойларыңызды әрине комментарияда күтіп қаламын. Челсидің жанкүйерлері бар ма біздің арнамызда? Осы сіздердің командаларыңызға осы Мудрик керек па? Керек емес па? Және Мудрикті не істеу керек? Осыны әрине комментарияда күтіп қалатын боламын. Футболдың биігіне шықты Пол Погба, жеңіс сыйлары әр жанкүйерге деп жүретін едік осы Пол Погбаны. Осы енді Манчестер Юнайтедке барды және қайтадан Ювентуске келді. Манчестер Юнайтедке бар біраз жақсы өнер көрсетіп жарақаттар алды. Енді осы Пол Погба қайтадан Ювентусқа келді. Енді жалпы Пол Погбаны білеміз, соңғы жылдары допинг ішті дейді. Және де Манчестер Юнайтедте де арасы жақсы болмай Ювентусқа келіп еді. Сол допингтің арқасында Ювентустан да қолып кетті десек те болар. Және білеміз, Ювентуспен келісім шартын бұзды осы Пол Погба. Бәрі осы Погбаны мақтайтын еді. Погба десе ойбай-ай, біреулер 80-90 миллион евроға сатып аламыз деп дайын жүрген. Ал Манчестер Юнайтед болса оны сатпаған. Және футбол аңыздарымен осы Погбаны теңестірген болатын.
Енді не дейміз, үмітті ақтамады, жарақаттар көп болды және допинг ішті. Соның арқасында енді Ювентуста жоқ, Манчестер Юнайтедте жоқ болып қалды. Негізінде Ювентуста ойнай алатындай деңгейі бар еді, бірақ қазіргі уақыттағы Ювентустың бас бапкері Тиаго Мотта болса, бізде осындай ойыншы керек емес, және футболда біздің ойынымызды күшейтіп бере алмайды. Және де бұның ойындары мықты болатын болса, мен өзімнің басымды кесіп беремін деген ақпараттар да шығып жатыр. Енді сол себепті Погба Челси клубына барады деген ақпараттар да көп. Қысқы трансфер терезесінде енді Погба мен Челси клубы келісімшартқа отырғысы келеді және жарты маусым десек те болады. Маусымның соңына дейін осы Погба мен келісімшартқа ұзартқысы келеді Челси. Челсиға енді барып не істейді, жартылай қорғаушылар да бар, бірақ Челсида ойыншы деген жетерлік. Погбаны не істейді? Мен сол жерде біраз ойланып қалдым. Погба қандай клубқа барған дұрыс? Интер Майамиге барған дұрыс па? Жалпы MLS-ке ма? Саудия лигасына ма? Қандай клубтарға барған дұрыс? Комментарияда күтіп қаламын. Достар, осы видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпайық. Каналдың активі көтеруіне сіздердің қолдауларыңыз маған ауадай қажет. Ал енді жаңалығымызды жалғастыра берейік. Томас Тухель білеміз, Англия ұлттық құрамасын баптады және Бавариядан қуылып кеткеннен әрине осы Англия ұлттық құрамасына келіп Саутгейттің орнын басып бере алды. Бірақ қазір енді жұмысын бастаған жоқ. Жаңа жылдан кейін әрине жұмысын бастайды осы Томас Тухель. Енді тәтеңге не дейміз? Тәтеңді қазіргі уақыттағы ағылшын премьер лигасының басшылықтары және ағылшын футболы жақтырмай жатыр. Ағылшын эксперттерінің айтуы бойынша осы Томас Тухель әрине Саутгейттен нашар деп ойлайды және Англия ұлттық құрамасын баптауға лайық емес деген ақпараттар да бар. Менің ойымша бұл Томас Тухель деген Челси мен Чемпиондар лигасын жеңіп алды және біраз жетістікке барғаны бар және алдыңғы маусымда Баварияны біраз жерге дейін сүйреген болатын. Ағылшындық семилардың айтуы бойынша әрине қазір көп сұрақтар туындап жатыр екен. Егерде Томас Тухель мықты болатын болса, әр жыл алатын Бавариядағы Бундеслиганы не үшін ала алмады? Және де Бавариядан қуылып кетті. Одан кейін әрине және көбінесе қара нәсілділерді жақтыртпайды деген ақпараттар да бар. Және қара нәсілді ойыншыларға көбінесе тіл тигізіп және сөздерінің арасында әзілдерді қосып қояды деген ақпараттар да бар. Шыны керек, мен осындай ақпараттарға қазір сенбей жатырмын. Томас Тухель білеміз, енді қара нәсілді, ақ нәсілді деп ажыратып отырмайтын шығар. Ойыны жақсы болса әрине алаңға шығарып ойнататын сияқты ма? Қалай? Ағылшын ұлттық құрамасына біраз қара нәсілді ойыншылар бар, енді солармен тіл табыса алады деп ойлаймын және ағылшындықтарды біраз жетістікке жетелейді деп ойлаймын және еуроларды жеңіп алмаған және әлем чемпионатын қай жылы осы ағылшын ұлттық құрамасы жеңіп алды? Соны әрине комментарияда күтіп қалатын боламын. Томас Тухель енді осы ағылшын премьер лигасының баптап үйренген және баптай біледі. Челси мен Чемпиондар лигасын алып берді және ағылшын ұлттық құрамасына да қиыншылықтар тумайды деп ойлаймын. Жаңалығымызда әрине Реал Мадридтің бас бапкері Карло Анчелоттимен жалғастырсақ. Папа Карлоны білеміз, Реал Мадридтан кеткеннен кейін бапкерлік мансабымды аяқтаймын деген болатын. Енді не дейміз, басқа клубтарға баруы да мүмкін осы Папа Карло. Футбол аңызы Лионель Месси айтқандай, бір маусымнан кейін не болатынын білмейсің деген. Және білеміз, Барсадан да кетіп қалған болатын. Енді мысалға әрине Романың бас бапкері Раньери. Бұл да енді футболдық мансабын аяқтап кеткен болатын. Әрине тренерлік кезінде. Рома клубы енді бұны бапкер ретінде шақырды. Бұл да лезде мансабын қайтадан ашып алып келді. Менің ойымша осы Папа Карло да Реал Мадридтан кетіп ұлттық құраманы баптауы мүмкін. Мысалға әрине Бразилия ұлттық құрамасын. Бразилия ұлттық құрамасына күтіп отырған әрине оның біраз жақсы ойыншылар бар. Родриго, Винисиус және басқа да Милитао ойыншылар бар. Негізінде ең қалап отырған осы Винисиус Junior. Бразилия ұлттық құрамасын баптайтын болса әрине Вини алтын допты жеңіп алуы да мүмкін. Білеміз, Вини қазіргі уақытта Бразилия жақсы өнер көрсете алмай жатыр және Папа Карлоның орнына, Анчелоттидің орнына осы Хаби Алонсо келеді деген ақпараттар да бар. Хаби Алонсоны білеміз, өте мықты бапкер және Карло Анчелоттидің орнын білдіртпейді деп ойлаймын. Және де қазіргі уақытта испаниялық атақты басылымдардың бірі AS басылымында ақпараттар шығарып жатыр. Егерде Хаби Алонсо келмейтін болса, Реал Мадрид басқа да бір бапкерлерді алғысы келеді. Мысалға енді Папа Карлоның орнынан қозғалтып жіберген әрине Барселонадан жеңілісі және Миланнан да жеңілісі деп ойлаймын.
Екі ауыр жеңілістен кейін осы Real Madrid бас бапкер тауып, әрине Сантьяго Солари деген ойыншы бар. Бұл бапкер білеміз Лопетегиден алдын бапкер болған. Енді Солариді айтатын болсақ, бұл енді Реалда Чемпиондар Лигасын алып бере алмаса да, команданы алға сүйрей білген және 1-4, 1-2-лерге дейін сүйрейден Real Madrid клубын. Осы Соларидан көрі Анчелотти жақсы ма деп ойлап қоямын. Андрес Иньеста футболдан кеткенімен футбол Иньестадан кеткені жоқ, және Иньеста қазіргі уақытта Данияның 2-ші дивизион клубын сатып алған болатын. Есте сала кетейік, осы маусымда Андрес Иньеста өзінің футболдық мансабын аяқтаған болатын. Бапкер болама десек енді бір Данияның 2-ші дивизионның командасын сатып алған болатыр. Ол клубтың аты қазіргі таңда Хельсингери. Хельсингери қазіргі енді Иньестаның қол астында десем де болар. Және Иньеста өз ойын жеткізе кеткен екен. Иньеста былай айтқан екен: біз қазіргі уақытта 2-ші дивизиондамыз және 1-ші дивизионға барып, мықты клубтарының бірі болам және Чемпиондар Лигасына да қатысамыз деген екен Андрес Иньеста. Енді білеміз, Андрес Иньестаның жеке клубы бар, енді осымен де айналысатын шығар. Енді Андрес Иньеста осы Хельсингери клубына Барсаның бұрынғы академиясының бапкерлерін және Барсаның бұрынғы бапкерлерін шақырғысы келеді. Не дегенмен енді авторитет жетеді ғой енді осы Иньестада. Ағыда ақпараттар шығып жатыр. Білеміз, Ла Масияда мықты ойыншылар бар. Сол мықты ойыншылардың арасында да нашарлары шығады. Сол нашар ойыншыларды Иньеста өзінің командасына тартып, өзінің тәжірибесімен бөліспекші екен. Мен негізінде Иньестаны клуб сатып алады деп ойламаған едім. Әрине осы Хави сияқты бапкер немесе алса Анчелотти сияқты бапкер болса да Зидан сияқты бапкер болама деп ойлағанмын. Бірақ енді ол Тони Кросс сияқты бапкер болғысы келмей клуб сатып алған екен. Ал енді достар, біздің видеомыз осы енді. Арнамызға тіркеліп әрине лайк басып, қолдау білдіріп, достарыңызға жіберіп қойсаңыздар, біз қатты қуанышты болар едік және әр басқан лайктарыңыз біз үшін мотивация.